Сәлем достар, мен осындай ашыған қамырдан пәтір жасаймын. 2 зуала пәтірге асқабақ қосамын және кішкене сұйық қосамын. Мінекей достар, 2 зуала қамырымды алдым. Кішкене қамырым босталып кетті. Енді осыған бұны жайып, осындай домалақ көлемде үлкен қылып, арасына сұйық май мен асқабақ қосамын. Достар, осылай жаямыз. Мен осы көлемде үлкен қылып жаямын. Мінекей осы асқабақтарды чоркадан өткіземін және пиязбен кішкене сковородкаға қуырып алып, пәтірдің қамырына саламын. Мінекей достар, асқабақты әдемілеп чоркадан өткізіп аламыз. Кішкене сұйық май қойып, сковородкаға асқабағымызды және бір пиязымызды әдемілеп қуырамыз. Кішкене мен қант себеледім, дәмі шықсын деп. Майы аз десеңіздер, кішкене маргарин қоссаңыздар да болады. Осылай әдемілеп қамырымызды жайып алып, арасына осылай асқабағымызды салып, майымызбен бірге енді бұны әдемілеп ораймыз. Мінекей достар, әдемі болып оралды. Пісті пәтіріміз. Бізге ас болсын, өте дәмді болып пісті. Сіздер де жасап көріңіздер достар. Лайк басып, комментария жасап, тіркелуді ұмытпаймыз.